Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы Қазақстан Республикасы Конституцияның 30 жылдығына орай Қазақстан ата заңының тарихы атты бейнеролигін ұсынады. Қазақстан Республикасының қазіргі Конституциясы қабылданғанға дейін Қазақстан аумағындағы жұрт мыңжылдықтар, ғасырлар жүзінде әр дәуірде сан түрлі жарғыларды, конституциялар мен ережелерді, заңдарды басшылыққа алып, бағынып, өмір сүру қалпын реттеп келген болатын. Халқымыздың мемлекеттік тарихында сан ғасырлар бойы ұстанып келген қастерлі жолдар, Шыңғыс ханның ұлы жасасы және заман өзгерісіне сай келетін жостық негізінде әр ханның тұсында жетілдіріп отырған Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы сияқты қабылданған. Көшпелі халықтар өмірінде ежелден бері қалыптасқан әдеп-ғұрыпқа негізделген құқықтық нормалар мен заңдардың жиынтығы болды. Заң жүйелері қазақ халқының сол замандағы өмірлік мәселелерін барлық жағынан толықтай қамтыды. 1924 жылы Қазақ автономиялы социалистік Совет Республикасының алғашқы конституциясының жобасы жергілікті деңгейде қабылданған болатын. 1926 жылы бүкілресейлік орталық атқару комитетіне бекіту жіберілгенімен құжат қарастырылмаған, бірақ автономиялы республиканың барлық органдары осы конституцияны басшылыққа алып отырды. Яғни Қазақ автономиялы социалистік Совет Республикасының конституциясы бекітілген заңдық күші болмағанымен, ондағы құқықтық нормалар өтпелі кезеңнің міндетін атқарды. Конституцияда жан-жақты тегін білім, еңбек ету міндеті, денсаулық сақтау, еңбекті қорғау мен әлеуметтік қамсыздандырудың құқығы көрініс тапты. 1936 жылдың 5 желтоқсаны күні кеңестердің төтенше 8-ші съезінде КСР-ның екінші конституциясы қабылданды. Аталған конституциядан соң бүкіл қазақ кеңесінің 10-шы съезінде, яғни 1937 жылдың 26 наурызында 11 тарау және 125 баптан тұратын Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының конституциясы қабылданды. Социалистік үлгідегі Қазақстанның соңғы конституциясы 1978 жылы 20 сәуірдегі Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғары кеңесінің кезектен тыс 7-ші сессиясында қабылданды. Мұның алдында 1977 жылы КСР конституциясы қабылданған еді. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының конституциясы кіріспеден 10 бөлімнен 19 тараудан 173 баптан тұратын көлемді құжат болды. Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда өз тәуелсіздігін жариялады. Осы күні қабылданған Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы Қазақстанның мерзімдік конституциясы болып танылды. Және бұл уақытта Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының 1978 жылғы конституциясы нормаларын және де басқа да заңнамалық актілердің заңдық күші жойылмаған болатын. Осы кезеңде Қазақстанда жаңа кезеңнің талабына сай келетін заңдық құжат конституцияны әзірлеп қабылдау қажеттілігі туындады. Сөйтіп 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. Бұл конституция парламенттік сипатта болды, бірақ мемлекеттік билік тармақтары арасында өкілеттіліктер айқын бөлінбегендіктен саяси тұрақсыздық орын алды. 1995 жылы 30 тамызда республикада бүкіл халықтық референдум өтті. Нәтижесінде Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Бұл құжат президенттік басқару формасын бекітті. Адам құқықтары мен бостандықтарын басты құндылық ретінде айқындады. Мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлінді. Құрметті отандастар, сіздерді Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ата заңымыз мемлекетіміздің тәуелсіздігі мен тұтастығының кепілі, қоғамдағы бірлік пен тұрақтылықтың негізі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр отбасында береке, бірлік орнасын.